Омаркет жайлы айтамыз. Омаркет деген не? Қалай ақша табамыз? Ол қалай жүзеге асады? Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз Омаркет жайлы айтамыз. Яғни дәл қазіргі актуалды болып жатқан тақырып. Омаркет деген не? Одан қалай ақша табамыз? Бізге қандай пайдасы бар? Оны кім жасады вообще? Что это вообще такое? Түсінді ма? Кеттік. Омаркет деген не? Омаркет деген аты айтып тұрғандай кәдімгі маркет. Ол бір интернет-магазин. Сату KZ, OLX сияқты интернет-магазин. Бірақ ол Омаркеттен тек қана мемлекеттік мекемелер ғана сатып алады. Сіз өзіңіз кіріп Омаркеттен бір затты сатып ала алмайсыз. Тек қана мемлекеттік мекемелер ғана. Олар кімдер? Әкімшілік, мектеп, аурухана, әскери бөлімше, налоговый, сондар, үшін барлығы. Қандай мемлекеттік мекемені білесіз, соның барлығы сол Омаркет арқылы сатып алатын болады. Қалай сатып алады? Кімнен нені сатып алады? Яғни тауар. 100 МРП-ға дейінгі тауарды, яғни 290 мың 170 теңгеге дейінгі суммадағы тауарды сол жерден ешқандай тендерсіз сізден сатып алады. Ол қалай жүзеге асады? Мысалға, сізде бір товар бар, мысал үшін компьютер. Сіз айтасыз, менде мынандай марка моделі компьютер бар, мынанша теңгеге сатам деп жазасыз. Сол баға заказчикке ұнаса, сізге заявка қалдырады. Сіз соны қабылдасаңыз, сіз сол товарды апарып бересіз. Немесе өзіңіз заказчиктің счетынан жеткізіп бересіз. Яғни жеткізуге заказчик өзі төлейді. Сол мемлекеттік мекеме төлейді. Немесе курьерді шақыртасыз. Яғни Омаркеттің өзінің доставкасын шақырасыз. Олар өздері келіп сізден алып кетеді, сосын заказчикке апарып береді. Түсінікті ма? Өте оңай, өте керемет, жақсы ойлап табылған нәрсе. Кім ойлап тапты? Әрине, госзакуп порталын жасаушы АО Центр электронных финансов. Госзакупты құрастырғаннан кейін Омаркетті де осылай құрастырды. Бұл сізге де пайда, заказчикке де пайда, және Омаркетке де пайда. Омаркет өзі сол жерден комиссиясын алып отырады. Егер сіз өзіңіздің бір товарыңыз болса, яғни базарда сауда жасайсыз, немесе магазиніңіз бар, кез келген қандай товар? Автозапчасть, бытовой техника, компьютерный техника, канцелярский товар, хозтовар, сантехника, строительный товар, продукты питания, киім-кешек, қандай товарыңыз бар, соны Омаркетке ертерек шығарыңыз. Омаркеттің ішіне 26 мыңға жуық заказчик бар Қазақстан бойынша. Яғни сіздің 26 мыңға жуық клиентіңіз бар сөз. Сіздің өзіңіздің бір базарда сауда жасамасаңыз, ешқандай магазиніңіз болмаса да, мысал үшін бізде ешқандай магазин жоқ, ешқандай базарда точкамыз жоқ. Біз өзіміздің товарымызды сол жерге шығарып сатып жатырмыз. Сізде де ешқандай товар болмаса да, арзан алатын жерді білсеңіз, уақытына жеткізіп бере алсаңыз, бұл сізді шығарып сауда жасауыңызға болады. Сол үшін тезірек жасаңыз. Омаркет порталы 2020 жылдың ортасында ашылды, бірақ ол кезде ешкім білмейді, қалай жұмыс істеу керек екенін де білмейді, яғни құрастырушылардың өздері қалай жұмыс істеу керек екенін өздері әлі білмей жүрді. Дәл қазір де сондай. Бір өзгерістер болса бізден күтеді, яғни поставщиктерден бір ұсыныстар күтеді. Сол қазіргі күннің өзінде ол жерде өте көптеген өзгерістер болып жатыр. Өйткені жақында ғана ашылды, әлі көп адамдар қолданып үлгерген жоқ. Сол үшін сіз ең бірінші болып қолданыңыз. Ең бірінші болып қолдансаңыз, кез келген нәрсені бірінші істеген адам көбірек ақша табады, өзіңіз де білесіз оны. Сол үшін Омаркетпен де жұмыс жасауды біріншілерден болып бастаңыз. Егер Омаркеттің сабағы керек болса, бізде профильде сілтеме бар, сол жерде Омаркеттің 1 жылдық сабағы бар. Яғни сізді біз 1 жыл бойы сопровождать етіп, сізге кеңесіміз айтып, сізге көмектесіп, яғни сіздің тауарыңызды сатуға біз көмектесеміз. Сол үшін қазірден бастап ертерек тіркеліп, ертерек жұмыс істеуге кірісіңіздер. Сау болыңыздар.